Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мұғалімтех платформасының құралдар мәзірімен танысамыз. Мұғалімтех платформасында құралдар мәзірін бассаңыз, уақытты басқару, топқа бөлу, сыныпты басқару, кері байланыс, сергіту сәті видео арқылы бөлімдері шығады. Бірінші уақытты басқару. Кері санақ таймері бар. Секундомер бар. Сабақ уақытын жоспарлау. Мысалы, сабақтың басында 10 минут, сабақтың ортасы 25 минут, сабақтың соңғы 10 минут болса, бұны басып қойсаңыз болады. Бұл сіздің сабақ уақытыңызды тиімді пайдалануға көмектесетін құрал. Интерактивті таймер. Бұл сіздің сабағыңызда өте мұқият болуға және сабағыңызды тиімді өткізуге қолдануға болады. Дебат талқылау таймері бар. Келесі топқа бөлу. Ұлттық топқа бөлу құралы бар. Осы жерден сыныптың атын таңдайсыз. Мысалы, 7-ші А сыныбы. Кейін құралды таңдайсыз. Мысалы, киіз үй. Оқушылардың санын таңдаңыз. 22 оқушы. Топты таңдайсыз және топтың атын өзіңіз қалауыңызша өзгерте аласыз. Кейін бұны сақтау батырмасын басу арқылы өзіңіздің жеке кабинетіңіздегі менің профилім бетінде таба аласыз. Мысалы, жеке кабинетіңізге өтесіз. Менің сақталған ойындарым бөлімінде біздегі жаңағы ұлттық топқа бөлу құралы дайын. Осы жерден бастау батырмасын басып, кез келген уақытта сабақтыңызда қолдана беруге болады. Ары қарай классикалық генератор. Мұнда оқушыларыңыздың тізімін, сақталған тізімді жүктеу батырмасын басу арқылы енгізе аласыз. Топтың санын басасыз. Топты құру. Осылай оқушыларыңыздың топқа бөле аласыз. Келесі топ көлемі. Мұнда оқушыларыңыздың тізімін енгізесіз. Топтың көлемі, яғни бір топта қанша оқушы болу керек екенін таңдайсыз. Бір топта 4 оқушы болу керек, мысалы. Осылайша бір топта 4 оқушыдан құрып береді сізге. Келесі түстер, жануарлар, фигуралар. Сақталған сыныпты жүктейміз. Мұнда дайын санаттар. Яғни дайын санаттар бізде бірінші топтың санын таңдағаннан кейін дайын санаттар жануарлар, түстер, фигуралар. Мысалы, жануарларды таңдап топты құру батырмасын бассаңыз, сізге жануарлардың атымен оқушыларды топтарға бөліп береді. Егер өз атауларын мұнда өзіңіз атау құра аласыз. Топтарға құру. Біз 3 атау енгізгендіктен бізде оқушыларды 3 топқа бөліп берді. Қыран, тұлпар, батыр. Келесі, ақылды топтастыру. Бұл жерде сақталған сыныпты жүктеу батырмасын басасыз. Ақылды топтастыру таңдайсыз. Оқушы топтың саны таңдайсыз және мұнда сыныбыңыздағы үлгерімі жақсы оқушыларды атын қоясыз. Сосын бұл жерде оқушыларға деңгей беріңіз. А деңгейі, В деңгейі, С деңгейі. Осылай әр оқушыға деңгей беріп шығасыз. Сосын топтарды құру батырмасын бассаңыз, оқушыларды 4 топқа құрады. Осы деңгейлерін араластырып құрып береді сізге. Және бірге отырғызбайтын оқушыларды әр топқа бөліп тастайды. Сыныптары басқару. Отырғызуды жоспарлау, яғни сыныптың атын таңдайсыз. Ұлдардың тізімі. Егер менің сыныптарыма барып, 7 А сыныбы, сосын ұлдарыңыздың тізімін жасайсыз. Осылай ұлдарыңызды
тізімін жасап, сыныпты сақтау батырмасын басамыз. 7А сынып ұлдары 11 оқушы. Кейін 7А қыздар. Қыздардың тізімін енгізгеннен кейін сыныпты сақтау. 7А қыздар. Құралдар бөлімін өтеміз. Сыныпты басқару, отырғызу жоспары, сыныптың атын таңдаймыз. 7А. Ұлдар тізімін жүктейміз. Қыздардың тізімін жүктейміз. Парта саны 5, қатар саны 3. Жоспар құру. Нәтижесінде бізде мұғалімнің үстелі және оқушылардың парталары пайда болады. Араластыру батырмасын бассаңыз, оқушылар мен қыздарды топтарға бөліп отырғызып береді. Барлығын тұрғызу батырмасы арқылы қайтадан жинақтайсыз. Кейін оқушыларды сүйреп әкелу арқылы отыратын орындарын, кейбір оқушылардың отыратын орындарын тағайындауға болады. Сосын араластыру батырмасын бассаңыз, алдын ала тағайындалған оқушылар орындарында қалады. Шу өлшегіш. Бастау. Бұл сыныптың ішіндегі шуды өлшеуге арналған құрал. Сыныпқа қабылдау. Ашық сабақ уақытында оқушыларыңызды сыныпқа қабылдау кезінде өте пайдалы құрал. Бұл батырманы басу арқылы экранды үлкейте аласыз. Кейін оқушыларыңызды осылай сыныпқа қабылдауға болады. Ұпай тақтасы. Топтың саны 4-еу. Енгізу батырмасын басамыз. Топтың атауын енгізесіз, кейін тақтаны құру батырмасын басасыз. Осылайша әр топқа ұпай беруге болады. Бағдаршам. Сабақ өту барысында бұл құралды қосып қоюға болады. Тыныштық, яғни мұғалім сөйлеп жатыр. Сабыр. Талқылау. Кездейсоқ сан. 22 оқушының, яғни 22 санын енгізіп, генерациялау батырмасын бассаңыз, сізге кез келген санды таңдап береді. Сүйек лақтыру. Бір сүйекті лақтыруға болады, немесе 2 сүйекті лақтыруға болады. Тиын лақтыру. Тиын таңба жағымен түсті. Дөңгелек арқылы таңдау. 3 сызықты басу арқылы сыныптың тізімін енгізуге болады, немесе өзіңіз қалаған сөзіңізді жазуға болады. Сақталған сыныпты жүктеу. 7А. Мұнда 7А оқушылардың тізімі пайда болды. Окей батырмасын басамыз. Дөңгелекте оқушылардың тізімі. Айналдыру батырмасын басамыз. Айзере Тошжан. Бұл оқушыны дөңгелекте қалдыруға болады, немесе өшіріп тастауға болады. Бұл оқушылардан сабақ сұрау барысында қолдануға тиімді. Бәйге жарыс. Топтың санын таңдаймыз және кейіпкерді таңдаймыз. Жүгіруші жарысты бастау батырмасын басамыз. Бірінші болып жеткен оқушы жеңіс. Үшінші топ мәреге бірінші жетті. Келесі. Екінші топ екінші орын болды деген сияқты. Бұл сабақ уақытында қолдануға болады. Бағалау калькуляторы. Мысалы 20 балл. Бұны БЖВ және ТЖВ балын есептеуде қолдануға болады. Максимум 20 балл болса, есептеу батырмасын бассаңыз, 17-ден 20 балл алған оқушы 5, 13-тен 16 балл алған оқушы 4. Келесі кері байланыс. Бұл жерде күрделі деп есептелетін құралдарға қолдау нұсқаулығы бар. Бейнемен кері байланыс. Оқушылардың біреуін таңдайсыз, мұнда сөздерін өзгертесіз, қалауыңызша, сосын бастау батырмасын басасыз. Кейін сабақ барысында түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім батырмаларын басу арқылы қолданамыз. Бағдаршам. Кері байланыс. Кері байланысқа арналған құрал. Лайк, дизлайк. Бұл құралдардың барлығын
оң жақ төмендегі батырманы басу арқылы экранды үлкейту және кішірейту арқылы пайдалануға да болады. Смайликпен кері байланыс. Смайликтермен кері байланыс жасауға болады. Жаңадан смайлик қосуға болады және бұл смайликтердің әрқайсысын суретін өзгертуге болады. Осы суретті өзгерту батырмасын басу арқылы сіз смайликтің суретін өзгерте аласыз. Және X батырмасын басу арқылы смайликтерді өшіріп тастай аласыз. Бағалау нысанасы. 3 ширекке нүктелер қою арқылы нәтижелерді, яғни оқушылардың сабақ қызықты болды, белсенді қатыстым деген сияқты кері байланыс жасауға арналған құралы. Батарея қуаты. Кері байланыс. Әр оқушы өзінің сабақтың барысында немесе сабақтың алдындағы күш қуатын көрсете алады. QR-код генераторы. Сілтемені арқылы QR-код жасай аласыз. Немесе мәтін арқылы, немесе сурет арқылы QR-код жасай аласыз. Шығу билеті. Бүгінгі сабақта үйренген 3 жаңа ақпарат. Осы маған қиындық тудырған 2 мәселе, менде туындаған бір сұрақ. Яғни оқушыларға кері байланыс жасауға арналған құрал эмоция. Оқушылар басу арқылы, эмоцияларды басу арқылы өзінің сабақтағы көңіл күйін көрсете алады. Бағдаршам және бір сөйлем. Бүгін мен екенін түсіндім. Яғни мына сөйлемді аяқтайды. Өзгерту батырмасын басу арқылы сіз бұл сөзді өзгерте аласыз. Рефлексия текшесі. Лақтыру батырмасын басу арқылы сіз салыстыру айырмашылығы неде? Яғни мұндағы сөздерді өзіңіздің қалауыңызша өзгерте аласыз. Экранды жабуға және ашуға болады. Сөз бұлты. Бұл жерге оқушылардың өздерінің сабақ барысында көп айтқан сөздерін қосуыңызға болады. Ең көп айтылған сөз бұл жерде үлкейтіледі. Мысалы, F деген әріп. Яғни бір сөзді оқушылар өте көп айтатын болса, сол сөз үлкейіп отырады. Құпия сандық. Жасыратын сөзіңізді жазасыз. Сосын құлыптау батырмасын басасыз. Кейін қорапшаны бассаңыз, жасырған сөзіңіз шығады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты сабақта қолдануға болады. Сергіту сәті. Қызықты факт. Яғни мына жерге кез келген тақырыпты жазып, қызықты факт немесе сергіту сәтіне ойын таңдап, идеяны шығару батырмасын бассаңыз, төменгі жақта сізге қызықты факт, яғни осы тақырып бойынша қызықты факт көрсететін болады. Дыбыс эффектілері сабақ барысында қолдануға болады. Тыныс алу, яғни бастау. Дем алыңыз, ұстап тұрыңыз, дем шығарыңыз. Анаграмма. Бұл жасанды интеллект арқылы қолданылатын құрал. Бұл не? Суретті таңдайсыз, жауабын жазасыз. Тізімге қосу батырмасын басамыз, ойынды бастау. Оқушылар бұл жерде қандай суреттің барын табады. Алыстату арқылы жауабы Сакина. Келесі. Сөзді тап. Нейрожаттығулары.
эмоцияны қайтала. Оқушыларыңызға эмоцияны қайталау арқылы сергіту сәтіне бұл құралды қолдануға болады. Келесі сергіту сәті видео арқылы. Бұл жердегі видеолары қазір жүктелу барысында оны өзіңіз интернеттен де тауып қолдана аласыз.